Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз сандардың медианасы, сандардың модасы және өзгеру құлашы, немесе кейбір кітаптарда өзгеру ауқымы деп те келеді. Мысалы, сандардың медианасынан бастайық. Ол үшін мынадай бір кез келген ретте бір сандар жазып қояйық. Мысалға, мынадай сандар. Енді осы сандардың медианасын табу үшін мына сандардың барлығын я өсу ретімен, я кему ретімен әйтеуір бір реттілікке салу керек. Кімге қалай ыңғайлы? Я өсу ретімен, я кему ретімен. Мен енді өсу ретімен жазайын. Мына жерде ең кішкентай сан 1. 1-ді бірінші жазам. Одан кейінгі үлкені 3. 3-тен кейін 8, 7 бар екен, 7, 8, 10, 12, 15. Артынан тексеріп аларыңызға болады. Мысалы, берілгенде міне барлығы 7 сан. Сендердің жазғандарында да мысалы 7 сан болу керек деген сияқты. Сосын енді медиана деген былай жасаймыз. Екі жақтан бір-бірден сандар сызып отырамыз. Сол жақтан, оң жақтан бір-бір сан сыздым. Қайттан сол жақтан, оң жақтан бір-бір сан сызам. Қайттан сол жақтан, оң жақтан бір-бір санам. Міне ортасында осылай бір сан қалғанша жасай береміз осы әдісті. Міне ортасында 8 деген сан қалды. Яғни осы сандардың медианасы 8 деген сөз. Медиана 8-ге тең. Тағы бір мысал көрейік. Келесі мысалымыз мынандай ретте болсын. Бұл жерде тағы сол я өсу ретімен, я кему ретімен орналастыра аламыз. Тағы да өсу ретімен жазайын. 4. Одан кейінгісі 6, 9, 14, 21, 42. Берілгенде 6 сан, мен де 6 санды өсу ретімен жазып шықтым. Дәл жаңағыдай екі жақтан бір-бірден сызып отырамыз. Міне. Ең қазір тағы осылай оң жақтан сол жақтан сызсам, сан қалмайын деп тұр. Егер осылай сызу барысында ортасында 2 сан қалып қойса, онда осы екеуін қосамыз да 2-ге бөлеміз. Яғни алдыңғы тақырыпта өткен арифметикалық ортасын табамыз. 9-ға 14 қосып 2-ге бөлсек, 14-ке 9 қоссақ 23, ал 23-тің жартысы 11 жарым. Міне осылай, егер медианаларды табу үшін екі жақтан сандарды алып отырамыз. Ортасында егер бір сан қалса, бірден медианы сол деп жазамыз. Ал егер ортасында 2 сан қалып қойған жағдайда, онда екеуін қосып 2-ге бөледі екенбіз. Сонымен мына жағдайымызда медианамыз 11,5-ге тең. Сонымен сандардың медианасы деген осы. Келесі, сандардың модасын табуды үйренейік. Ендігісі сандардың модасы дедік қой. Міне, мысалға, қандай да бір сандар қатарын жазып қойдық. Жалпы мода деген сөз бәріңізге таныс шығар. Мысалы, өмірімізде мысалға киімді көп кисе, сол мода болмай ма? Сандарда да сондай болады екен. Яғни мына берілген сандар қатарының ішінде қай санды көп рет айтса, сол бізде мода болады. Мысалға, байқап отырсақ, 6 деген сан көп айтылатын жерде. 6, міне бір 6, екінші 6, үшінші 6, төртінші 6. Ал қалған сандар бәрі бір-бірден, кейбір 2-2-ден де болуы мүмкін. Мысалы, 4 пен 4, мысалы 2 рет кездескен. Бірақ ең көп кездескен ішінде 6. Яғни модамыз бұл сандарда 6-ға тең. Мода деген тақырып түсінікті деп ойлаймын. Сонымен қай сан көп кездессе, сол мода болады. Қиын емес қой. Енді келесі өзгеру құлашы, немесе өзгеріс ауқымы. Енді өзгеріс ауқымын тапқанда, немесе өзгеру құлашы дейді, немесе өзгеріс ауқымы дейді. Бұлар тапқан кезде былай жасаймыз. Мына берілген сандар қатарының ішінен ең үлкен сан қайсысы? Соны жазамыз. Ең үлкен сан 24 мысалға. 24. Содан азайтамын ең кішкентай санды. Ол мысалы мына жерде 2 бізде. 24-тен 2 алсам 22.
міне өзгеру құлашы деген осы. Сонымен өзгеру құлашын тапқан кезде үлкен саннан кіші санды азайту керек. Ең үлкен санды тауып аламыз, ең кішкентай санды тауып аламыз. Бір-біріне азайта қоямыз. Бұл бізде өзгеру құлашы. Назарларыңызға рахмет.